өзі байлығын тоқтатады екен. Өзіне сабырлықпен сабырлығын ұстатады, иә? Жақсы, келесі. Аяз би өзін тәрбиелеу үшін не істеді? Кей кезде өзін тәрбиелеу үшін баяғы ескі киімдерін киген. Оны қайда іліп қойып? Оны ескі сарайға іліп қояды. Жақсы. Аяз бидің бойында қандай қасиеттерді байқаймыз? Аяз бидің сабырлықты байқаймыз. Енді біз осы мәтіннен нені ұқтық? Біз бұдан Аяз бидің көңілін және өзін бай деп санамайтындығын бізге жақсы тәрбие келіп үлгі болады, иә? Өзіміз үлгі аламыз ба? Қандай қасиеттерді? Жақсы қасиеттерді өзімізге үлгі аламыз. Жақсы, отыра ғой. Жақсы жауап берген балаларға біз жақсы смайлик береміз, иә? Дұрыс болды деп ойлайсыздар? Иә? жақсы көрсін. Ол адамға қамқорлық жасап адамгершілік. Ол болса айқайласуға дайын тұрады. Жақсы. Келесі, әркім өз байлығымен бөліседі дегенді қалай түсінесіңдер? Әркім бірін-біріне қосып, иә? Әркім өз зәрмен қасындағы адаммен бөлісу керек. Жақсы, иә, айта ғой. Қолында бар нәрсемен қасындағы досымен бөлісіп бөлісу керек. Жақсы. Тағы? Егер сен көршінің орнында болсаң, қандай әрекет жасар едің? Мен жаңадан үй сатып алған адамға барып, онымен тіл табысып, және дос болар едім. Және де оның үйіне қоқыс лақтырып алма тапқанша өзінен сұрап, әділдікпен алған жақсы. Мен көршінің орнында болсам, мен жаңадан келген көршіні жақсы қарсы алып, онымен тіл табысып, әңгімелесіп, онымен жақсы тіл табысатын едім. Оның аласына қоқыс лақтырғанша, оған қоқыс лақтырып алманы ұрлағанша, оған аласын тазартуға көмектесіп, алмасын сұрап алатын едім. Әрекеті жақсы ма? Жаман ба? Қалай ойлайсың? Екінші көршінің оның іс-әрекеті дұрыс емес. Біздің өмірдегі ең басты мақсатымыз ол байлық емес. Ең бастысы ол адамгершілік, екінші адалдық, үшінші қамқорлық. Және де мысалға біз үлкен болған кезде жұмысымызға көп көңіл бөлмей, отбасымызға көп көңіл бөлуіміз керек. Жақсы.